Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамы көп затты талап етпейтін, үйдегі бар заттардан жасалатын, өте оңай жасалатын, өрік қосылған бәліш дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналға тіркеліп алыңыз. Ең алдымен өріктерімізді жақсылап жуып, тазартып, сүйектерінен ажыратып, дәл осындай бөліктерге бөліп аламыз. Сонан соң бәліш пісіретін ыдысымызды сармайдың көмегімен жақсылап барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Енді қамырлы массамызды жасайтын боламыз. Таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқа, шым-шым тұз, қалауыңызша ванилин және қант ұнтағы немесе қантты салып, қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Сонан соң еріген сармайымызды салып, тағы да араластырамыз. Пештеріңізді бірден 170 градусқа қосып қоя берсеңіздер болады, өйткені қамыр өте тез дайын болады. Енді осының үстінен қаймағымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Массамызды біркелкі етіп жақсылап араластырып алдық. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң жаңағы массамыздың үстіне салып, барлығын лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Мінекей, біздің қамырлы массамыз дәл осындай қоюлықта болу керек. Енді бағана алдын ала дайындап қойған табамызға салып, лопатканың көмегімен бір текс етіп жайып аламыз. Қамырымызды табаға салып жайғастырып алдық. Енді үстіне дәл видеода көрсетілгендей етіп, бағана дайындап қойған өріктерімізді өз қалауларыңыз бойынша қойып шықсаңыздар болады. Өріктерімізді әдемі етіп қойып алдық. Енді өз қалауларыңыз бойынша кез келген дәнектердің ұсақталған түрін сеуіп шықсаңыздар болады. Әдемілік үшін мен миндальдың ұсақталған түрін сеуіп шықтым. Бұл маңызды емес, сеппей-ақ осылай пісіре берсеңіздер де өте әдем болып шығады. Енді 170 градус қызып тұрған пеште 35 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей, осымен біздің өрік қосылған өте дәмді бәлішіміз пісіп шықты. Бәліштің піскен-піспеген тексеру үшін осындай ағаш таяқшаның көмегімен тексерсеңіздер болады. Ағаш таяқшаны бәлішке батырып қайта алғанда құрғақ болса, ол біздің бәлішіміз жақсы піскен деген сөз. Енді сіздерге бәлішті кесіп көрсетейін. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ болып кесіліп жатыр. Шайға дайындап жесеңіздер өте дәмді пирог болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасасаңыздар, бір жасағаннан ойыңыздағыдай шығатын өте оңай және қолжетімді бәліштердің бірі. Сіздермен болған Фариза. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып пікір қалдыруыңызды сұраймын.